Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін осындай керемет пирог жасаймыз. Ең алдымен мискамызға, миксерімізге немесе блендерімізге жұмыртқамызды шағып аламыз. Жұмыртқа мұздай жылы, ол маңызды емес. Жұмыртқамыз салып болғаннан кейін өлшенген шекерімізді құямыз. Жақсылап кристаллы ерігенше миксермен араластырамыз, немесе блендермен араластырып көпіртіп аламыз. Ал енді көпіргенше біз сәбізімізді осындай ручной блендермен майдалап аламыз. Ол болмаса, кәдімгі терканың майда жерімен теркалап аламыз. Менде осындай майда сәбіз шықты. Міне бізде жұмыртқа мен шекер осындай аппақ көбік болады. Енді сәбізімізді қоса берсек болады. Сәбізімізді салып, сұйық майымызды құямыз. Осы үшеуін баяу миксермен араластырамыз, яғни баяу жылдамдықта. Егер де сіздерде миксер болса, немесе ручной блендер болса да, ең баяу отта араластырыңыздар, себебі жұмыртқаның көбігі кетіп қалмау керек, ол бізге әлі керек болады. Ал енді ұнымызды саламыз. Менде електен өткізілген ұн. Ол өте пайдалы, себебі ұнның арасында ауа болады. Чтобы бисквит биік болу үшін оны електен өткізу өте маңызды. Корицаны шай қасықтың ұшымен қоссаңыздар болады. Ұнамаса қосудың қажеті жоқ. Қопсытқыш және 10 грамм какао. Какаоны тоже самый. Ұнамаса қосудың қажеті жоқ. Маған какаоның иісі де дәмі де ұнайды, сол үшін 10 грамм қостым. Менде осындай жылжымалы формаға пісіремін. 24 диаметрі. Астын фольгамен осылай жауып қоямыз. Мынадай формада бар. Бұл формамен қолданған кезде астыңғы тарелкасына пищевой бумага төсеп пісіруге болады. Фольга төсеудің қажеті жоқ. Ол формаға. Мына формаға енді фольга төсеу обязательно. Жақсылап смесімізді құйып, осылай пирогымыздың бетін тегістеп аламыз. 180 градуста қызып тұрған пешке 40 минутта пісіріп аламыз. Міне менде пирогым пісіп шықты. Ал енді ортасын ағаш таяқшамен солай тексереміз. Құрғақ шығу керек. Формада суығаннан кейін шешіп аламыз. Осындай биік бисквит шығады. Бұл морковный пирог. Бетін осылай мен шоколадный ганашпен әдемілеп сәндедім. Сәндеу, әрлеу ол өз қалауларыңыз бойынша. Бетіне осылай кәдімгі жаңғақ қойып шықтым. Міне көріп тұрсыздар ғой. Өте әдемі, биік болып шығатын менің морковный пирогым, яғни сәбізден жасалған бәліш. Өте әдемі болып шығады. Сәбіздің мүлдем дәмі білінбейді, бірақ өте басқа да пирогтардан қарағанда маған ұнайтын ерекше пирогтардың бірі. Былайша айтқанда, необычный пирог. Жасап көріңіздер, өте оңай, аса бір қиын еш нәрсесі жоқ. Жасап көріңіздер, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Жанерке.